Қайырлы күн, құрметті YouTube арнама келіп қалған қонағым, немесе жазылған жазылушым. Баршаңызға күндеріңізге сәттілік тілеймін. Енді мен бүгін өзім YouTube арнама мына шахматтарды салып қойғым келіп тұр. Бұл шахматты мен сатып алған жоқпын, сондықтан бағасы қанша екенін, қай дүкеннен сатып алғанын білмеймін. Бұл шахматты маған Жанайдар бауырым сыйға тартты. Осы жақында бірер күннің туысында әкеліп берді. Шын айтам, мына шахмат маған үйде онсыз да бар еді шахматым. Мына шахмат бірақ ұнады. Біріншіден фигурасы өте үлкен, міне көріп тұрсыздар. Өте үлкен фигурасы. Мен қолымда өкінішке орай штанген циркуль жоқ. Бірақ мына фигура 10 сантиметрдей. Мына пешкалары 5 сантиметрдей. Қолға ұстауға өте ыңғайлы, жақсы. Қойшы қызым. Сосын астындағы несі, тақтасы дастарханның материалы сияқты материал өте жақсы, бірнеше мәрте жинауға, қайтып салып алуға, тасымалға ыңғайлы екен. Және өзінің мынадай тюбигі бар. Осыған саламыз. Екі жағы да ашылады, бұрандалы. Осыған салып, тасымалдап алып жүруге өте ыңғайлы. Ілгіші бар, ұстайтын жері бар. Жалпы шахматтың сапасына көңілім толды. Егер қызығушылық танытып жатқан адам болса, мен тап осындай шахмат алғым келеді десе, мен қай дүкеннен алғанын, қаншадан алғанын біліп бере аламын, комментарийге жазып кетіңіздер. Жалпы шахмат әлдеқайда жақсы екен. Қазір мен өз шахматымды көрсетейін. Менің өзімнің ұстап жүрген шахматым мынау. Бұл шахматтың ішіндегі фигуралар ағаштан жасалған. Бұл фигуралар мыналармен салыстырғанда әлдеқайда шамалас екеуі. Тек бұның тақтасы тарлау. Бұның тақтасы мынамен салыстырғанда тарлау. Сосын мынау тек пешкасы ғана үлкен. Мына қараң офицерін қараңыздар, салыстырғанда слон дейміз ғой, пілі. Пілі кәдімгідей кішкентай. Аты да көп кішкентай. Ладьясы шамалас. Бірақ жіңішкелеу. Мынау бізде королі қараңдар, әжептәуір кішкентайды. Және бізде не еді? Королева дейді, немесе ферзь дейміз. Ферзьді салыстырмалы түрде көп кішкентай екен. Екеуін әмін тұр ма? Бар торған? Міне, екеуін де құрып қойдым. Енді көріп тұрсыздар айырмашылығын. Мынаның тақтасы өте үлкен, ойнауға да ыңғайлы, жинап алуға да ыңғайлы. Енді мынау сырт көзге қарағанда тасымалға осы ағаш тақта ыңғайлы сияқты көрінетін. Шынтуайтына келгенде ағаш тақта мынаған қарағанда ыңғайсыз екен. Мынаны бүктеп аласын, жинап дөңгелектеп орап аласын. Ал мынаны әлсін сақтасаң, топсасы тозады. Ағашын да көріп тұрсыңдар, ойнай өңі сөніп кеткен. Сосын енді тақтаның тарлығы, ол деген жаңағы тақта үстінде ойнап отқанда кейде ойыңды шектейді бұл деген. Ықшамдығы, жаңағы пойызда бірдеңені алып жүруге ыңғайлы демесең, басқа жағының қай-қайсысынан да мынадай үлкен тақтадан ұтылып қалады. Мынау да Жанайдар бауырымнан сыйлық еді, негізі баяғыда келіп берген. Мынау да сол Жанайдар бауырымның сыйлығы. Мен өзім бала кезімде шахматты ойнадым, жаман ойнаған жоқпын. Мектепшілік жарыста, лагерлердегі, тағы да басқа да сайыстарда орын алып жүрдім, бірінші орын алып жүрдім. Бірақ қазір шахмат деген бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда дамып кетті ғой. Және біздің сол жасым қазір мен 45-ке жақын жуырлап қалдық. Біздің де осы шахматқа қайтадан ден қоятын уақытымыз. Жанайдар бауырыма көп рахмет айтам. Шахмат деген ойдың азығы. Жұрттың бәріне шахмат ойнап жүруге кеңес берем. Әлбетте қазір ческом бар, личес бар. Шахмат ойнайтын платформа көп. Бірақ бәрібір сен қарсыласыңды қарап отырып, әңгімелесіп отырып, ойнағанға ешнәрсе жетпейді. Шахмат ойнап үйреніңіздер. Шахмат ойнаңыздар, үйретіңіздер. Аман болыңыздар бас.